Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге тәтті шұжық, яғни орысша айтқанда сладкая колбасканың рецептін ұсынамын. Өте тез дайындалады және де өте керемет дәмді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бізге қажет ингредиенттер: қарапайым печенье, қант, сары май, сүт, жаңғақ және де какао қажет. Ең алдымен ыдысқа қантты саламыз. Оның үстіне какаоны саламыз. Сүт құямыз. Сары май міндетті түрде жұмсақ, бөлме температурасындағы сары май болу керек. Енді осы ыдысты алып газға қоямыз. Газда орташа отта ұстаймыз. Осы сары май толықтай еруі керек. Қайнатып қажет емес, ең басты еруі қажет. Мінекей бізде толықтай еріді. Енді печеньені алып, кішкентай ғана бөлігін осылай қолымызбен сындырып саламыз, қатты үгітпейсіздер. Ал қалған бөлігін кәдімгідей ұнтақ болғанға шейін үгітеміз. Сол кезде бізде осындай ұнтақ болып шығады. Ал жаңғақтарды оны да блендермен езіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, бұның барлығын телефонға салып оқтаумен езсеңіздер болады. Блендермен осылай 2-3 секундта сіздерге теп-тез езіп береді. Бұл жаңғақтарды осы ұнтақталған печеньенің үстіне саламыз. Үлкен болып жаңағы сындырылған печеньеларды да оның үстіне саламыз. Және де жаңағы еріген біздің какао массамызды да осының үстіне құямыз. Енді жақсылап қасықпен немесе силиконды күрекшемен араластырамыз. Араласқан кезде осындай қамыр сияқты қою болып шығады. Пищевой пленканы аламыз. Бірнеше рет қаптаймыз. Мен 2 рет қаптадым. Пищевой пленка егер өте қысқа болса, астына тағы да осы пищевой пленканы жайсаңыздар болады. Енді осы біздің қамырымызды алып, пищевой пленкаға саламыз. Рулет секілді ұзыннан орналастырамыз. Және де ақырындап шетінен бастап орай бастаймыз. Біздің қамыр кішкене ыстықтау болғандықтан оралу кішкене қиын болуы мүмкін. Оның сыртын тағы да бір пищевой пленкамен қаптасаңыздар болады. Сол кезде ашылмайды. Ашылмайтындай, өзінің формасын бекем ұстайтындай қылып орау қажет. Мінекей мен тағы да пищевой пленканы алып, үстінен орап жатырмын. Бізде рулет тәріздес болып шығуы керек. Енді осы тәтті шұжықты біз морозильникке 1 сағатқа қоямыз. Немесе холодильникте кемінде 3 сағат ұстауға болады. Өзі осылай қатып формасына келеді. Мінекей қазір мен пищевой пленкадан босатып жатырмын. Кейін кесіп көрсетемін.
Тәтті шұжық өте жұмсақ кесіледі, дәмді болып шығады. Жаңағы біздің печеньені үлкен кесектерге бөліп салғанымыз ортасында осылай әдемі болып көрініп тұрады. Сол үшін біз оны кескен болатынбыз. Мінекей керемет болып шықты. Дәмі де қатты ұнады маған. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де отбасыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.